бірінші 8 шақырым депутаттары мен мәслихат аппараты қызметкерлерін және бір топ атқарушы орган қызметкерлері мен қоғамдық ұйым өкілдерін марапаттауға арналған шараға баршаңызды қош келдіңіздер. Ендеше құттықтау және марапаттаушы сөз Сызылу аудандық мәслихат төрағасы Бейсқали Толқын Ермекқызына беріледі. Қадірменді шараға қатысушылар, қонақтар, ардагерлер, бәрімізді де мынау жылдың аяқталуыменен жыл ішіндегі қол жеткен жақсы мерекелер, қол жеткен жақсы табыстардың барлығы да келесі жылы жалғасын тапсын деген тілек айтамыз. Мынау өздеріңіз білесіздер, 2024 жыл біздің аудан үшін ерекше есте қалатын жыл болды. Ең біріншіден Қызылқоға ауданының құрылғанына 80 жыл болды. Одан кейін жергілікті мемлекеттік органдардың құрылғанына, аудандық мәслихаттардың құрылғанына 30 жыл болды. Енді өздеріңіз білесіздер, осы жылдың ішінде, жылдың қыркүйек айынан бастап ауданның тойы тойланса, қараша, желтоқсан айларында осы мәслихаттардың 30 жылдығы мерекеленді. Күні кеше Исатай, Махамбет, Мақат, Құрманғазы аудандарында болып келдім. Ең бірінші болып біздің аудан 28 қарашада өтті. Оған өздеріңіз куә болдыңыздар. Енді сол кезде мынау мәслихаттың 30 жылдығына арналған мерекелік медаль дайын болмай, күні бүгінге келіп жатыр. Сіздердің қатысуларыңызбен осы мәслихаттың бірінші және 8 шақырымға дейінгі депутаттары, сол мәслихатпен бірге жұмыс жасаған аппарат қызметкерлері, аудандық мәслихаттың тексеру комиссиясы, ауданның өкілетті органымен бірге жұмыс жасаған атқарушы орган қызметкерлерінің қоғамдық ұйымдарды бүгін жақсы көңіл күйде марапаттау шарасына келіп отырмыз. Сондықтан да сіздердің қатысуларыңызбен марапат шарасын жүргізуге рұқсат етіңіздер. Барлығымызға келер жылда жақсы ойлаған үміт мақсаттарымыз бар, солардың барлығы орындалып, жақсы күйде, көңіл күйде бас қосуға Алла нәсіп етсін дедім. Мереке құтты болсын. Қазақстан Республикасы өнеркәсіп және құрылыс министрінің құрмет грамотасымен марапатталғандар сахна төріне шақырылады. Нұрым Есенбай Сәмекұлы, аудандық мәслихат депутаты, құрмет қошеметтеріңіз. Сатталдаған, енді болмайды енді. Және де Алтыбаев Айбар Алтыбайұлы, аудандық мәслихат депутаты, құрмет қошеметтеріңіз. Бар партиялар үшін жүргенден құттықтаймын және естелік фотосуретке түсіріп жатамыз. Жергілікті мәслихаттардың құрылғанына 30 жылдығына арналған медальмен марапатталушылар сахна төріне шақырылды. Сүлейменов Мәлік Екпінұлы, аудандық мәслихаттың 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші шақырылымдарының депутаты. Абырашев Жолдас Камилұлы, аудандық қоғамдық кеңес төрағасы. Мұхаммед Мақсұт Сайқұлұлы, аудандық аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы. Яқып Сәмиұлы Яқыпұлы, аудандық ардагерлер кеңесінің
Ермұхамбет Гүлзада Ермұхамбетқызы аудандық мәслихат аппаратының зейнеткері. Қарасаева Рита Құлқайырқызы аудандық мәслихат аппаратының зейнеткері. Және де Бекеш Нұрлан Мұратұлы аудандық мәслихаттың 4-ші шақырым депутаты, тексеру комиссиясының төрағасы. Барша марапаттарды шын жүректен құттықтаймыз және де естелік фотосуретке түсіруге шақырамыз. Ендеше 8-ші шақырылым депутаттары сахна төріне шақырылады. Нұров Есенбай Сәмекұлы. Мен блогер болмайды. Біреу жүріп кетсе. Құтты болсын. Темірғали Сәдуақин Кенжебайұлы. Ақтарымов Амберт Өтегенұлы. Алтыбаев Айбар Алтыбайұлы. Байбаева Алтынсер Бақытжанқызы. Кенжин Жәнібек Амангелдіұлы. Аудан әкімінің
Асылбек Жолдасұлы, аудан әкімі аппаратының басшысы. Сарбулкина Жидеш Аққұлқызы, аудандық кәсіпкерлік бөлімінің басшысы. Сәндібек Аманбайұлы, аудандық мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы. Зизенов Бауыржан Аманұлы, аудандық Қызылорда газетінің бас редакторы. Бақтаров Амангелді Оразбайұлы, Биялы ауылдық округінің әкімі. Сүйінов Бекзат Болатұлы, аудандық мәслихаттың тексеру комиссиясының мүшесі. Жасболатова Ботагөз Амангелдіқызы, мемлекеттік қызметкер. Кандидаттардың декларациясын Және де Ақтаев Асқар Жамбырбайұлы, аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы. Başkanımızın şirketlerinde және жандыра орталарына келіп, естелік фото көрсетуге шақырамыз. Марапаттың құрмет қошып кетіңіз болсын. Başkanımızın шіркеттерінде және орталарыңызда жайғасуға рұқсат. Сахна төріне Қызылордалық мәслихат аппаратының қызметкерлері шақырылады. Құмаров Қанат Темірұлы, аудандық мәслихат аппаратының басшысы. бүгін әлеуметтік желіге жариялауға болмайды дейді. Қаралы күн бар, ана неге байланысты бар. Катастрофа. Сақ болыңыздар, пока статусқа салмай тұрады. Әлеуметтік каналына байланысты әлеуметтік желіге салуға болмайды. Сәлімберек Құралай әншіміз, аудандық мәслихат аппаратының бөлім басшысы. Артқан ғой. Ой, атты.
Бейсенова Нұршат Сәбекқызы, аудандық мәслихат аппаратының бас маман есепшісі. Кенжеғалиева Айнагүл Аманқосқызы, аудандық мәслихат аппаратының бас маманы. Және Ұлықпанова Алматы Жығарықызы, аудандық мәслихат төрағасының хатшысы. Барша марапат иелерін шын жүректен құттықтаймыз және де естелік фотосы өткізуге шақырамыз. Ортаға жақындасыңыздар. Барша марапат иелеріне және толқын еркін қызын алғыс білдіреміз. Ортаңызға жайғасуға рұқсат. Берешіне құттықтаушы сөз Мұхат Мақсат Сайфуллына беріледі. Құрметті бүгінгі салтанатты шараға қатысушылар, баршаңызды мынау Қазақстан Республикасының мәслихаттарының 30 жылдық мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Өздеріңізге белгілі, ауданымыз облысында ауданымыздың дамуында мәслихаттың жергілікті мәслихаттың депутаттарының рөлі өте жоғары. Өйткені мәслихаттар мынау халықпен атқарушы биліктің арасындағы алтын көпір болды. Көптеген депутаттарымыз мынау жергілікті жерде айтылған қажетті халықтың сұраныстарын осы жинақтарын аударылып атқару органға беріп, сол өзінің жоспарға еніп көптеген мәселелер шешілді. Бұл жұмысқа қарайда мен шешімді таба берсем, осы жерде депутаттардың рөлі ерекше. Соңғы жылдары депутаттар қазір ауданның өміріне өте белсене араласып келе жатыр. Сыртынан көріп отырмыз, кешегі ауданға су тасқыны кезінде қауіппен бөлінген депутаттар осы баршасы жүрді, демей халықтың арасында бірге жүрді. Осының өзі бір бөлек нәрсе. Сонымен бірге мынау өмірден өтіп кеткен депутаттардың еске алуға байланысты барлық округтерде болған округтерде солардың семьялары мен жанұяларымен болған өткізген кездесу өте жақсы халықтың арасында әсер қалды. Барлығын еске түсіріп сол кездегі депутаттардың. Bu da bir жақсы сол сияқты мынау бірге депутаттармен бірге қоян болып жұмыс жасап араласып атқарушы биліктің осы залда отырған барлық басшылары бүгінгі марапатталып жатқан барларыңызға да жаңа айтқан марапатымыз құтты болсын. Кезінде осындай жұмыстарға баршаңызды араласып алға қарай осы мәслихат депутаттарынан мынау елдегі үлкен күрделі мәселелерге шешуге араласады, соларға мұрындық болады. Солардың шешілуіне өздері бірісідей атсалысып, халықтың алдында берген уәделерін өрістен шығады деп есептеймін. Сондықтан баршаңызға алға қарай жаңа жылда келіп жатқан жақсылық тілеймін. Жұмыстарыңыз жемісті болсын. Бірге атқарып жатқан жұмыстарыңыз нәтижесін берсін. Құтты болсын. Жаңа жылымыз келіп жатыр. Жаңа жылдан жақсылық күтейік. Өткен жылда жақсылығы бар, қиындығы бар. Өткен жыл тарихқа кетеді. Енді жаңа жылдан баршамыз жеке басымызда жұмыстың айналасында
еліміздің айналасында жақсылықтар болсын. Біздің Қызылорда ауданында мынау Қазақстан сияқты алға қарай өркениеттеп дами береді деп есептеймін. Мынау өркениетті елдерде мәслихаттардың депутаттардың рөлі өте зор ғой, оны бәріңіз білесіздер. Біз де сол дәрежеге жетеміз деп есептеймін. Соның алғышарттары қазір көрініп жатыр. Ал құтты болсын баршамызға. Жергілікті мәслихаттардың құрылғанына 10 жылдығына орай Атырау облысының әлеуметтік экономикалық дамуына қосқан үлесі үшін бірінші 8 шақырым депутаттар мен мәслихат аппараты қызметкерлері және бір топ атқарушы орган қызметкерлері мен қоғамдық ұйым өкілдерін марапаттауға арналған шара аяқталды. Барша марапат иелерін шын жүрекпен құттықтаймыз. Көріскенше күн жақсы болсын.